бүгін өзіңіздің осындай ортада қауышқаныма қуаныштымын. Және де таныстырып өткен секілді, жалпы бұл кітаптың барысы қазақ хандығы кезеңіндегі қазақтардың 18 ғасырдың орталарынан кейін Сим патшалығының қарым-қатынасы, яғни жоңғарлар жойылғаннан кейін Сим патшалығымен қазақтар тікелей қарым-қатынас жасады. Яғни 1757 жылы Абылай хан және Әбілқайыр елші аттандырады. Бұл кезең 1757 жыл күз айлары. Бұл қазақ хандығы дәуіріндегі топ жүректі қазақтардың елшілігі. Бұл елшілер сол кезде қазіргі Пекин қаласы ғой. Ол кезде патшаның орталығы, яғни патша ордасы көшеге барып, алдымен Жазғы Ордаға барады. Одан өздерінің қала бойынша патшамен ілесіп, қазіргі Пекин қаласына келіп, одағасын береді патша, содан жолдасады. Бұл қазақ хандығының ең алғашқы ресми барыс келісі. Бұны хаттарда ылғи да 8 жыл дейді. Егер қазірден бастап ілгері қарай жыл қайыратын болса, 1757 жылы 8 жылына тура келеді. Бұл қазақ хандығы мен Сим патшалығының ресми қарым-қатынасы орнаған жыл. Бұны ылғи да хаттарда көп кездеседі, 8 жылдан бері қарай деген. Осы кезден бастап біздің қазақ хандығы мен көрші шығыстағы Сим патшалығы арасындағы ресми қарым-қатынас басталады. Сауда-саттық, жылқы жібек саудасы жанданады. Әрине, бұның арасында қойды да саудалаған. Бір хатта айтады, 800 қой айдаттым дейді. Яғни санын жазған. Қойдан 800 қой саудаға айдады. Осындай қызықты деректер қамтылған. Әрине, бұл біз қазақ хандығы үшін өте маңызды дерек көздері. Енді бізге түсінікті жалпы қазақ халқы ежелден судың тұнығымен шөптің шүйгінін қуалай қоныстанған елміз. Әрине, бізде отырықшы болдық, бір бөліміз оңтүстіктегі. Ал солтүстіктегі ру тайпалар әрине көшпелі тұрмысты көбірек кешірді, сондықтан біздің жазба мұраларымыз өзімізде сақталып қалмаған. Енді осындай жағдайда көрші елдердегі сақталған бізге қатысты деректер алтыннан да қымбат деп айтуға болады. Яғни өзіміз және архив қорына осы хаттарды көріп оқығанда расында қатты қуанған болатынбыз. Қазір де қуанамыз. Өте керемет. Өйткені олардың барлығы өзіміздің қазақ хандығы тарапынан жазылған дүниелер. Абылай хан, Әбілқайыр, жошы, оқ осында. Енді бұл қазақ хандығы дәуірінде барлығы да жалпы қазақ билігіндегі сұлтандар мен хандар ғой. Сондықтан бұл дәуірде қазіргіден басқаша. Әрине, қазіргі адам, қазіргілердің тұрғысынан ойласақ, әрине кішкене кейде ойлаймыз, қазақ хандығында бірегей бір хакимият болмады ма, бір орталықта жұмыс істемеді ма десек, шын мәнінде енді ол көшпелілердің дәстүрі көшіп жүріп ел басқарған. Сондықтан ол кезде жәнегі қазақ Абылай хан патшасы, Әбілқайыр патшасы барлығы да қазақ хандығы тарапынан жазылған дүниелерінде біз осы кітапқа енгіздік. Бұл тек шығысқа жазған хаттардың қазірге дейін табылған, өзіміз көзімізбен көріп зерттеу барысында қол келген дүниелер. Бұның ішінде Абылай хан және оның ұрпақтарынан 25 хат, Әбілқайыр және оның ұрпақтарынан 112 хат келеді. Ал батыс құжаттар дегеніміз бұл Нұрәлі ханнан бар, Тұрсын ханның балалары, осылардың хаттары өте мол 18 хат. Осылай бұл жолғы еңбекте 154 өзіміздің қазақ хандығы тарапынан жазылған хаттар. Ал ішінде 6 хат бар. Бұл ерекшелеу. Бұлар не дегенде бұл Сим патшалығының қазақ хандығы елшілері барғанда хандарға, сұлтандарға, яғни Абылайға, Әбілқайырге, Уәлиге жазған хаттар. Бұны енді мына кітапта тырнақшамен алып қойып жарғанда ретінде. Бұл хаттарды алдымен мәтінінде жазған. Оның кейін барып бұл патша көріп болғаннан кейін оны өзіміздің жәнегі араб қарсы әліпбимен жазылған түркі жазуына аударған. Сонымен қазақтарға жеткен. Ал енді оның ресми таңба басылған, бір басылғаны біздің қазақ хандарына жетті, бірақ өкінішке орай қазірге дейін олардан ешбір бір парақта хаттар табылған жоқ. Бірақ бұл дүние сол Қытайдың өзінің архивында сақталып қалған. Яғни аудармасы
сол кезде сақталып қалған. Бұнда патшаның мөрі жоқ, бірақ сол бұрынғы алтын қаттың аудармасы. Біз осы қаттан қайтарғаны алтын қат байқалды, осылардан осы ішіне кіргізілді. Жалпы бұл қатта 1758 жылы бір қат бар. Енді бұл қат кішкене қарақалпақтардың билері тарапынан жазылған, онда Қабанбай батырдың мөрі бар. Сондықтан бұны біз қазақ хандығы тарапынан жазылған хаттардың қатарына енгіздік. Өйткені ол кезде қазақ хандығы мен жәнегі Қарақалпақ елі арасында бір үлкен жағынан бір ел тайпы ретінде сақталған деуге негіз емес бар. Сондықтан бұл хатты осыған енгіздік. Ал ең соңғы хатымыз 1863 жылы Цин патшаның жәнегі Шотанға түсірген жарлығы, яғни қазақтың қамы Шотанға түсірген жарлығы. Осындай бір ғасырға таяу уақыттағы хаттар қамтылады. Енді кітаптың жалпы құрылымына қарайтын болсақ, кітапта негізінен осы мазмұндарға кітап мазмұндар осылай реттелді. Бұл жерде қазақ хандығы туралы біраз тоқталдық. Онан кейін қазақ хандығы жазба мұралары дедік. Онан кейін қазақ хандығы дипломатиялық және құжаттары айттық. Бұлардың барлығы осы кітапта түсіндірілді. Онан кейін құжаттардың туралы жалпы шолу құжаттары қай жерде жазылды, қалай жазылды, бұлар туралы жалпы шолу жасалды. Онан кейін бізде бір қызығы, ол кезде жазу бірнеше жазу қолданғанбыз. Біреуі тот моңғол жазуы. Тот моңғол жазуы бұл кезіндегі қалмақ жазуы. Қазір енді ғылымда тот моңғол жазу деп айтқан, тот ойрат жазу деп. Бірақ шын мәнінде біздің айтып жүрген қалмақ жазуы. Осымен жазған. Бұны жазғандар үшін Абылай хан елдері көбірек. Яғни Абылай хан өздеріңізге жақсы таныс, жоңғар кезінде қолды болған 3 жылдай Қазақ Сереннің жәнегі ордасы дейміз, сол жерде зынданда. Зынданда отырды деп айтуға болатын шығар, бірақ қалай отырды ол жағы беймәлім. Сондықтан Абылай хан орат жазуында қалмақшаны жақсы білген болуға тиісті. Себебі хаттарды осы жазуында жазған. Одан кейін бір жазу үлгісі және араб парсы әліпбиі негізінде жазылған жазу. Бұл жазуды біз қазір 2015-те бері қарай айтып келе жатырмыз. Жалпы қазақ хандығы дәуірінде қазақ территориясында жазылған дүниелердің тілі біз ең жақсысы, яғни ғылыми түрде қазақ жазба тіліндегі дүние деп табуға қақылымыз деп. Өйткені көп жағдайда бұны шағатай деп бір шылықпен айтаймыз. Шын мәнінде бұл жәнегі шағатай жазумен парықты. Дейтініміз шағатай жазуы деп бұл батыс ғалымдары тарапынан қойылған атау. Бұл кезде бұл моңғолтану гүлденген дәуірлерге, соның тәпті дәуірінде қойылған. Сондықтан шағатай жазуы болудан гөрі қазақ территориясында жазылған дүниелер қазақ хандығының, яғни қазақ халқының ескі көне жазба дерегі, жазу тілі деп түсінуге тура келеді. Осы жақтарын біраз дәріптедік. Енді бұның басты бір себебі біздің айтып жүрген жәнегі шағатай жазу болсын, қазіргі Османлы жазуы болсын, одан кейін мәмлүк жазуы болсын, татар, Әзербайжан, барлық осы түркалықтардың барлығы араб парсы әліпбиінің жәнегі таңбаларын алып келіп пайдаланған. Ол өздері еш уақытта әрі жасаған жоқ. Бұл жазуларды біз әрқандай сол түрік халықтардың кез келген біреу білді десе, оған ешқандай логикалық тұрғыдан қателік болмауға тиісті. Әр өзіне меншіктеуге болады. Енді өздеріңіз жақсыңыз ғой, 1960 жылдарда орыс ғалымдардың өзі өзбектерге күн өзбек тілі деген грамматикасын жасап берді. Өзбек ағайындар әр уақытта олар күн өзбек тілі деп айтады. Татарларды шағатай тілінде деп естімеген боларсыздар. Біздің еңбектердің барлығында біз жаңа айтып жүрген Қадырғали Жанайұлының еңбектерінің бәрі татар тілінде. Осы тектес енді жалпы түрік халықтарының өзінде көптеген қазір мәселелер бар ғой. Осылар қалай атау керек, қалай зерттеу керек деген мәселесі. Сондықтан біз бұл жағында және толық моңғол тіліне деген тоқталып, соған байланысты осында түсіндіре кетуді жөн көрдік. Яғни ескі қазақ жазба тілінде жазылған хаттар ретінде қарастырдық. Енді оның әліппесі және секілді араб парсы әліпбиінен келген жазу. Мен түрік халықтары өздеріне пайдаланды ғой ұзақ уақыт. Ал енді жәнегі Ахмет Байтұрсын дәуіріне келгенде, Ахмет Байтұрсын осы жазуды реформалаушы.
бұл кісі жасаған жоқ. Бұрынғы тарихтан қолданып келе жатқан қазақты құраған ру тайпалар, қазақ халқы қолданып келе жатқан жазуды ендігі жерде реформалады. Яғни араб парсы әліпбиінің құрамында біздің тілімізде жоқ таңбаларының барлығын алып тастады. Сонымен бізге жақын жаз жасады. Осы арқылы біздің қазіргі тілде жазу деп жүрміз ғой. Яғни 1929-ға дейін істеткен жазуымыз осы жазу болды. Әліппесі. Сондықтан енді біз бұл жерде кішкене енді айта кетуге тура келді. Жалпы біздің мына хаттардың барлығында осы араб парсы әліпбиімен жазылған. Оның өзімізге жаңағы тексеру зерттеу тақырыптары өте маңызды. Әсіресе қазақ хандығы, егер қазақ хандығы мемлекет деп қарайтын болсақ, онда әрине мемлекеттің өзінің тілі болуға тиісті, өзінің жазуы болуға тиісті. Біз бұл тұрғыдан ойлануымыз керек. Енді біз қазіргідей мейлі дүниенің әр бұрышында қандай бір жерде қазақ туралы, қазақтың жазба тілі туралы зерттеулеріміз өте тапшы. Мысалы Қазақстанда да солай, көрші елдерде де солай. Жалпы біздің тарихта қандай жазулар істеттік, қалай істеттік, не жаздық мәселелері толыққанды зерттелген жоқ. Сондықтан енді осы зерттеуіміз осындай бір олқылықтарды толықтырса деген ниетіміз. Ал енді бұның ішінде жаңағы толық моңғол жазуы, бұл да бір қызық, өзі қазақ бола тұра, бізде кейбір трактаттарды толық жазуында жаздық. Бұл енді қалмақ жазуы, моңғол жазуы. Бұнымен де жаздық. Енді осылардың барлығы қайт дегенде қазақ елшілері арқылы Тарбағатай немесе Құлжаға барғаннан кейін бұларды аударған. Бұл қайсы тілге аударылған? Бұл қазіргі Қытай тілі емес. Бұл Мәнжу тіліне аударылды. Өйткені Цин патшалығы империясы бұл Мәнжу халықтарының құрған империясы. Бұның мемлекет тілі Мәнжу тілі. Осы тілге аударылды. Сондықтан бұл мәселе өте қызықты. Енді біз қазіргі кітапта да кездеседі, кейбір деректерді алдық, Мәнжу тіліне қалай аударылғаны қатысты деректерде кездеседі. Яғни біздің хаттар барғаннан кейін міндетті түрде Құлжа немесе қазіргі шәуешекте бұл хаттарды аударып, одан кейін патшаға жібереді. Патша оны көргеннен кейін барып және өзінің бұрыштама жазады. Көрдім, білдім деген қызыл сиямен жазып берді бұрышқа. Содан кейін барып жаңағы өздеріне қатысты жұмыстар істейді. Енді осы деректер ғой, біз енді бұл ұзақ ғасырлар зерттеуге мүмкіндіктер болмады. Бұл кейін кездерде осындай деректер көруге мүмкіндіктер болды. Яғни біз кейін кездерде Мәнжу тілін тани бастадық. Осы арқылы осындай біздің қазақ хандық дәуірінде бір салиқалы кезең болғанын білдік, шын мәнінде. Енді бір мысал ретінде айтсақ, Абылай ханның тарихта үлкен қырғыздармен соғыс болған. Жайлы қырғын деген ел арасында сондай аталады. Дәл осыған қатысты осындай хат кездеседі. Сол кезде қазақ әскерінің ресми нациялық хатқа түсті. 20 мың әскермен бардық дейді. Абылай хан және Әбілқайыр тілдесіп. Қырғыздан 4 мың адамды келді. Бұл жерде Барақ батырдың аты кездеседі. Барақ батыр. Енді бұл тарихта Шопанның мақалаларында кездеседі. Ал енді осы дүние мына осы кітаптың ішіндегі жаңағы Әбілқайырдың бір хатында осы оқиға айтылған. Әрине бұл енді хат қой, сондықтан ұзақ жазылмайды, бірақ сол дәуірдегі сол ақпаратты бізге жеткізіп отырады. Осы секілді қызықты дүниелер бар. Енді бұл кітапты жаңағы секілді алдымен хаттар туралы таныстырып жасадық. Оларды 3 кезеңге, яғни оң қанат, сол қанат деп бөлдік. Оң қанат, сол қанат деген дүниелер жалпы қазақтың 3 жүзі емес. Бізде көп жағдайда осында шатастырып келді қазіргідей. Яғни жаңағы ұлы жүз, орта жүз, кіші жүзбен сәйкестірген. Шетелдік халықтарда солай болған. Шын мәнінде бұл сол кездегі Цин патшалығының өзінің қазақтарды танып білу үшін жасаған бір терминдері. Біз енді кітапта сол бойынша өткен бұлай зерттеуді және сапалы немесе оны істеу үшін пайдалы. Яғни оң қанат дегені бұл сол қанат деген болды. Абылай және оның ұрпақтарының иелігіндегі қазақтарды сол қанат деген. Оң қанат дегені Әбілқайыр. Сұлтан және оның иелігіндегі. Оның ішінде жаңа Әбілмәмбет ханның баласы бар, Әбілқайыр екінші. Соның иелігіндегі. Енді батыс қанат дегені бұл батыстың Нұрәлі хан, оның кейін Тұрсын хан деп тарайды, жаңағы Барақ, Санияз осылар кіреді. Осы бойынша, осы жүргі бойынша істедік.
Ал енді хаттың түпнұсқасын біз компьютерде теріп шықтық, транскрипциясын жасадық және қазір қазақ тіліне аудардық, оған қатысты түсініктемелерді бердік.